Мен Жадыгер Байызбек, президентіміздің 153-ші қарарыменен аукцион арқылы жер алдық. Бұған көріп тұрғансыздай қауын егіп қойып, қауынды апрель айында ектік, апрельдің 8 күні ектік. Міне пісіп жетілісіп тұқты. Базарға шығару алдында тұрмыз. Міне бұны еккеннен кейін уақытында суына қарадық, уақытында дәріне қарадық, тәрбияларын беріп. Міне Гүрбек основной Қарақалпақстанда егіледі. Бұл көп өтібар талап етеді. Басқа жақларда тек Қарақалпақстанның ықылым шариатына масласқанда бұл. Міне бұны бірінші егіп алдық, еккеннен кейін төгінін бердік, дәрісін бердік, уақытында суын бердік. Бұны із-ізінен суғармай, шөллегеннен кейін суғардық да. Һәм бұны құртылап кетпеу үшін аптесіне 2 рет дәрілеп тұрдық, құрт түсіп кетпеу үшін. Міне осы жерімізде 10 тонна қауын алуды реже қылып тұрмыз. Міне бұны сатуда базарларға шығаруды, басқа Хорезм, сол жаққа шығаруды ниетлеп отырмыз. Бұл диқаншылық режедегідей болса, ендігі жылам, Құдай қаласа қауын егу ниетте бар.